Енді біздің ойымызда ақылды бала деген бәрін біліп тұрған бала деп ойлаймыз. Бірақ енді менің ойымша бәрін біліп тұрған бала емес, қайта кейбір білмейтін мәселесіне жолыққан кезде соған миын жүгірту арқылы, ойлану арқылы сол мәселені қалай шешу жолын тапқан бала, ол нағыз ақылды бала болып санала ма екен деп ойлаймын. Сонда ақылдылықта ең маңыздысы мәселені қалай шешу, менің ойымша. Енді кері жағынан айтсақ, мысалы, қалай еткенде біз ақылсыз бала тәрбиелеп шығамыз. Ақылсыз бала тәрбиелеп шығу үшін ол балаға ойланатын орай бермеу, төте кейбір істің жауабын өзіміз айта салу деген секілді. Мысалы, біз күнделікті тұрмыста баламыз оқудан келгенде, балам тапсырмаңды жаз, болмаса бір жерге баратын кезде киіміңді ки, болмаса ойыншыққа таласып қалса, ойыншыққа таласпа, қарындасыңа бер, аяласаңшы қарындасыңды деген секілді сөздерді айтамыз. Мысалы, досыңа бер, ұят емес па, ұят болады деген секілді. Сіз сол кезде ойласаңыз, осы сөздердің бәрі біз оған бұйрық түсіріп жатырмыз. Біз оған өзіне ойланатын орай бермедік, біз бұйырып жатырмыз тек қана. Сол үшін біз нағыз ақылды бала, бір мәселені шешуге ынталанып тұратын баланы тәрбиелеу үшін біз оған ойланатын орай беруіміз керек. Біз өзіміздің сөйлеу әдісімізге көңіл бөлуіміз керек. Мәселен, ол келген кезде балам алдымен тапсырма орындағың келіп тұр ма, жоқ тамақ ішкің келіп тұр ма? Одан кейін осындай талдамалы сөздерді көп айтуымыз керек, оны ойландыратын. Болмаса, балам үстің жағыңа киіміңді киіп алыпсың, енді сымыңды кимепсің, енді қайтуымыз керек деген секілді. Одан кейін екеуің де бұл ойыншықты ойнағыларың келіп тұр екен, енді біз қалай қылғанда осы ойыншықты екеуің де ойнай алатын боласыңдар, қалай істесек болады деген секілді сұрақтар қойып, кішкентай болса да. Мәселен, қолыңдағы сусынды төгіп алма дегенше, егер андағы бір стакан сусынды төгіп алмайтын болсаң, онда сол бір стакан сусынның бәрі сенікі деген секілді сөздерді айтсақ, бұйрық берудің орнына көп сұрақтар қою арқылы олардың ойлану қабілетін жетілдірсек, осындай сөйлеу тәсілдерімізді өзгерту арқылы біз баланың нағыз ішкі ынтасын жетілдіруімізге болады деп ойлаймын.